дамыту немесе таныту ары қарай сен сияқты көп болсын дейсің осында, иә? Шыдай берді. Жарайды. Рахмет. Әрі қарай сіздерге ғана жеңістеріңізде болсын деп тілеймін. Рахмет сіздерге көп әлі де жеңістерің көп бола берсін. Рахмет. Бүгін бізде тілші болған Алина және қонағымызда Назет және Айдын, болашақ жеңімпаздарымыз. Енді қандай тапсырма. Біз бағана денсаулық, бірінші байлық денсаулық деп жатырмыз. Енді денсаулығымызға пайдалы заттар болады және зиян заттар болады. Иә, бұндай келісесіздер ме? Бұл сіздерге алдына тапсырма беруге болады. Иә? Енді пайдалы не? Пайдасыз не? Қоқыс жәшігімен жұмыс жасаймыз кәне. Өздеріңізге пайдалы деп жеткендеріңізді мына жерге алып кетеміз. Ал керек емес қоқыс жәшігінен тұрады. Жарайды ма? Денсаулыққа зиян заттарды тезірек. Yazından kalmalı da benim razatımda kırılır. У нас өте пайдалы тағамдар белгіленген. Мысалы, алма, банан, апельсин, сәбіз, құлпынай, сүт, жұмыртқа, нан, тағы басқалары. Бұл тағамның ішінде өте көп витаминдер бар. Витамин С, витамин А. Дәрумендер. Ол дәрумендер, мысалы витамин С, ол біздің сүйегіміздің қатты болуына әсер етеді, иә? Және витамин А, ол көзіміздің жақсы көруіне. Бұл суретте біздің денсаулығымызға өте қажет тағамдар көп көреміз. Бұл жерде тек қана маңыз Қажетті. Таза өнімдер. Ал келесі бетіне не қойып мәселе бұл? Бұл жерде фастфудтар, мысалы, дәрі кәмпиттер, Майлы жоғары тағамдар, иә? Бұл фастфуд. Ол бізге Америкадан келген. Ол бізді артық салмақ қосады. Бұл біздің денсаулыққа өте зиян. Өте зиян. Рахмет. Ал екінші топта келе қойды. Екінші топта кім сөйлейді? Мысалы,
денсаулығымыздың жаман болуына тек қана дәрумендер ғана жетіспейді ма сонда? Не тағы да әсер етеді бізге? Денсаулықтың нашарлауына не әсер етеді? Тағы да не әсер етеді жаман болу, денсаулықтың нашарлауына? Ал сондай бір қане тағы не айта қойшы? Не әсер етеді тағы да? Майлы тағамдар және майлы тағамдар және компьютер Бұл спорт жақсы жағы. Тағы да балалар көп әсер ететін Спортпен айналыспасам, ал енді бізде енді қане енді не істеп өтейік, айтып өтейік, қалай өзара бағалау жүргізіп өтейік. Қане сенің ойыңша кім ойын жақсы жеткізе алды, айтқаны дұрыс болды? Менің ойымша бұл топта Арина дұрыс жауап берді. Себебі фастфуд тағамдары адамның денсаулығына өте зиян. Екенін айтады ма? Иә. Сенің ойыңша екінші топтан ең жақсы арман айтты. неге? Не деп айтты? Ол пайдалы тағамдардың негізін Толық қаша білді ма? Иә. Тағы да айта қойшы. Сенің ойыңша көп жауап тұрды. Бекнұр да өте дұрыс айтқан. Себебі бізге жеміс жидектер және де пайдалы заттар бізге өте қажет екенін айтты. Иә, айта ғой. менің ойымша топтық жұмыс өте керемет болды. Олар денсаулыққа пайдалы заттарды да анықтады, денсаулыққа зиян заттарды да анықтады. Иә, керемет. Олай болса, балалар, енді маған қараңдар енді мынаның ішіндегісі екеуінің қайсысы бізге пайдалырақ дейді сонда? Дұрыс пайдалы. Біз не алып кетеміз өзімізге? Зиян, пайдалы. Тек қана пайдалы тағамдарды. Ал мынаның бізге қажеті бар ма? Жоқ. Бізге қажеті жоқ. Сондықтан біз пайдалы өмірімізден де алып тастаймыз. Бұндай зиянды тағамдар, зиянды әрекеттер, зиянды іс-әрекеттер барлығын біз өмірімізде де пайдаланбауымыз керек. Яғни бұны біз қоқыс жәшігіне лақтырамыз. Сендердің өмірлерінде тек қана да жақсы заттар болсын. Денсаулықтарың жақсы болсын деген керек қана. Енді мынандай қысыма балалар. Енді соңғы қане бір маған түсіндік. Енді менің денсаулық сақтау ережем. Ереже жазып жіберіңіз, сендердің ережелеріне қарай жіберіңіз. Менің денсаулықты сақтау ережем. Үшеу жеткілікті. Өздерінен шынайы алды балалар. Өздерінің өмірлерінен алды. Жарай ма? Жайра. Көп керек жоқ. Үшеу ғана жеткілікті. Үшеу ғана. Үшеу жеткілікті. Өздерінің өмірлерінен алды. Сендердің ойларыңызша, сендердің ережелерің қандай денсаулық жақсы? Дұрыс тамақтанып Өздерінің өмірлерінде. Тамақтанып ішіндер ме? Үшеу жеткілікті. Ең керекті деген, нағыз керекті деген ереже.
Қош келдіңіз, қане балалар. Сендерде осындай ереже жасалған ба? Иә. Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Ал ешқашан тыңдап қояйын, қайта қой. Biz dürüst tamақтану керекпіз. Азанда жаттығу жасау керекпіз. Дәрумендерді қабылдау керекпіз. Дұрыс ұйықтауымыз керек. Және зиян тамақтарды жемей пайдалы тағамдар қабылдау керек. Осы ереже жасалған ба сендерде өмірлерде балалар? Иә. Сақталған. Олай болса сендердің денелерің сау болып, оны сақтауымыз керек. Рахмет, отырамыз балалар. Рахмет. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз балалар не туралы болды? Енді бір сұрақтар, екі топ бір-екі сұрақ айтып қанекей? Бір сұрақтар. Екі сұрақ айтайын. Бүгінгі сабақ бойынша. Сіз үшін бұл сабақ сізге пайдалы болды ма? Біз үшін бұл сабақ өте пайдалы болды. Біз жаңа ақпараттар мәліметтер Денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? Күн тәртібін сақтау керек, ерте жату керек, таңертең жату жасау керек. Зиян мен пайдалы тағамдарды ажырата білуді үйрендік. Үйрендіңдер, керемет, жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар, рахмет. Бүгінгі сабақтардың атсалысқандарыңа ең рахмет сіздерге балалар. Енді сіздерге кішкене бір ауыз тілек ағашына мына жапырақтарға біз екі сұрақты төңірегіне ғана қойса жарай ма? Сіздерге тапсырма орындай алдыңыз ба? Оларды орындау оңай, немесе қиын. Сол екі сұрақтың төңірегінде ғана. Тезірек. Тілек ағашына жазсаңыз қайда балалар? Мен бәрін түсіндім, маған сабақ оңай болды. Оңай болды, иә? Оңай болды. Тезірек. Барлық жазушылар. Барлықтарды жаздыңдар ма балалар? Ой, кім? Амира? Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Біз асыраларды жақсы орындадық. Енді мен зиян тамақтарды жемеймін. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Қиын болды ма тапсырмалар? Орындау? Әшін айтылмаған 10 жасауым ең алтыннан Біздің байлығымыз. Біз баймыз, себебі біздің деніміз сау, 12 мүшеміз түгел, иә? Балалар, сендер маған шапырақ беріңдер. Мен сендерге кішкене дәрумендер алып бердім. Бүгін сендердің денелеріңіз сау болу үшін кішкене дәрумендер алдым. Ал? Бір дәрумендер алды. Бүгінгі сендерге күш қуат берсін. Бүгін сендерге осы дәрумендер күш қуат берсін. Денелерің сау болсын. Бүгінгі сабақта. Неге тапсырма алдыңдар балалар? Неге тапсырма? Денсаулық ең үлкен байлық тақырыбында тест Қазақстан және Қазақстандағы бүгінгі таңда жеңімпаздар туралы мәлімет жазып келесіздер. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет. Сендер менің өмірімде керемет орын алатын оқушылар ретінде қалдыңдар жүрегімде. Сендермен көріскеніме, сендермен таныс болғаныма өте қуаныштымын. Рахмет балалар. Осымен сабағымыз